Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде алды соғылған Камридің жалғасы. Алдыңғы видеоны көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде өтіп көріңіздер. Жалпы бүгінгі жағдай былай болып тұр. Шпаглевка жағылатын жердің бәріне шпаглевка жағылды. Астына бірқатар жұғалап жасыл шпаглевка, сосын үстіне шүкірклеп болғасын ақ шпаглевка жақтық. Мына жақтар әлі дайын емес. Мына жерлерін алу керек, мына жерлерге жағу керек. Жалпы бірқатар осылай жағылып шүкіркленіп тұр. Мына жақтарында да сондай. Бұл жақ тек жасыл шпаглевкамен тұр. Жалпы капоттың ішкі жағы негізі мына жақтары әдемі тұрған. Краскілеудің керегі жоқ еді, бірақ біз шүкірклеп тастадық. Неге? Өйткені қатты жылтырап тұр еді. Мына жерлерде пачоктар бар еді, мына жерлерде. Негізі болған алдыңғы краскілеген кезде лакпен шашылған. Капоттың ішкі жағына негізі лак керек емес, ол біртүрлі көрінеді, қатты жылтырап тұрады. Жылтырдың бәрін алып тастап, мына жағын, ана жағымен былай алдын қоса краскіге отвердитель қосып шашамыз. Бамперінде шпаглевка жағылмаған жері қалмады. Біраз жеріне жағылды. Келген мордада телевизор ауысқанын көрдік, бірақ бампер нормальный салынған шығар десем. Китайский бампер салынған екен, мынандай жерлерде қылаулары көп. Мына жақта краскілер түсіп жатыр, шүкірке дұрыс болмай қалған. Қара бампер болған, грунтовкада шашылмаған. Мына жер айтпақшы. Майысқан екен, бұны да түзедік, әлі де бар. Мына жерлерде міне қисық болып тұр. Мынада қисық әлі. Мына жерде міне краскілер түсіп жатыр. Привозной болса, бүйтіп краска түспеу керек. Мына жақта артқы бампер шүкіркеленіп жатыр. Ал бұл көліктің қызықтары әлі бітпей жатыр. Мінекей, мына жерде лак полный ақпаған екен асты жағында. Мына жерге аққан лак, ол мына жерде де аққан. Бұл полировкамен кеткен сияқты менің ойымша. Жалпы осылай елдер краскілеп жатыр екен. Екі слой грунтовка шашып қойдық. Қара грунтовка. Мына жақтағы шпаглевкілерге. Мінекей. Ештеңе байқалмай қалды қосылғаны. Телевизордың үстіңгі жағына толық шаштық. Өйткені темірі шығып қалған жерлер бар еді, әр жерінде. Краскада ертең ала болып қалмасын деп толықтай грунтовка шашылды. Мына жағына шашылды. Астыңғы жақтарына гравитекс шашып қойдық. Мынандай бұжыр нәрсе гравитекс деген. Мына жерден қосылған болатын. Ештеңе байқалмай қалды. Міне әдемілеп біріктіріп жібердік. Мына жақтарында міне. Мына ойықты жалғастырып жібердік. Мына жағында да сондай. Мына жерлерден қосылған еді. Алдыңғы жағдайымен салыстыруға мүлде келмейді. Ішкі жағына краска шашып қойдық, екі слой отвердительмен. Көрінісі мынандай. Алдыңғы видеоларда да айтып жүрмін, жалпы капоттың астыңғы жағына лак шашудың керегі жоқ. Лак шашқан кезде қатты жылтырап біртүрлі көрінеді. Сол себепті краскіге отвердитель қосып шашу керек. Біздің жағдайда 100 грамм краскіге 20 грамм отвердитель қосып шаштық. Қатты жылтырамайды бұл. Сыртынан өзгешелік болып тұрады. Бүйтіп қырған кезде түспейтін болады бұл. Жалпы мына жерде қосылған жері білінбей тұр. Мына жерде мынау герметиктер. Өзінің герметигі сол күйі тұр. Осылай бөліп краскілеп жатырмыз. Қазір енді мотор тұратын жерді краскетіп қойдық. Артқы бамперді краскілеуіміз керек. Сосын алдыңғы капот, крыло бамперлерді краскетеміз. Мына жақта кішігірім переход болады, грунтовкасын шашып қойдық. Артқы бампер толық боялып келе жатады. Мына жерден мына жерге краска шашылмай кетеді. Асты жағы мына жерден былай переход жасалады. Неге? Өйткені краскінің түсінде айырмашылық байқалып қалмау керек. Астыңғы жағында ағып жатқан лактың бәрін алып тастап, толық грунтовка шашылды асты жағына. Шүкіркеленіп бәрі дайын тұр. Мына жақта краска былай шашылады. Краска шашылып болғасын, мына қағаз алып тастаймыз. Дайындап қойған міне. Бұл қағаз алып тастағасын, мынау лакка переход бізде. Негіз бұл жерге валик немесе тейп деп айтады. Арнайы губкасы болады, переходтың губкасы. Бұл ауылдағы гараж болғасын, біз ондай нәрсе пайдаланбаймыз. Скотчты 3/2-сін өз-өзіне былай жабыстырамыз. Қалған бір бөлігін көлікке жабыстырамыз. Сол кезде мынандай нәрсе пайда болады. Бұл нәрсе краска лактың тікелей сызық болып қалып қоюынан сақтайды бізді. Неге былай тұрса тікелей сызық қалады, ал былай тұрса мына түп жағына лак краска баруы қиын. Сол себепті осылай жасап қойдық. Мына жердегі қағаз алып тастадық. Міне переходтың орны кішкене байқалып тұр.
Енді краскада қатты айырмашылық жоқ екен. Мына енді қазір лак шашылғанда мына көрінбей қалады. Екі слой лак шашылды. Мына жерде красканың переходы нормально шыққан сияқты. Түсінде айырмашылық жоқ ешқандай. Бірақ біздің лагымыз қатты жылтырап кетті. Енді бұл жерде полировкамен жылтырын кішкене азайту керек. Мотор жағы ақырындап жиналып жатыр. Мына жерде мына астында мынандай судың бачогы тұру керек. Мына жерге былай жабысып, мынау мына жерде тесіктен былай қарай шығып тұру керек мына жерге дейін. Ал бізде мына жерде тесік жоқ. Бұл морда бізде проверудің мордасы еді. Енді мына жерден қазір ABS-ті мына жерде бәрін орнына қойып болғасын. Мына жерде есептеп тұрып тесеміз әдемілеп. Капоттың асты жағына бір қатар жасыл шпаклевка жағып қойдық. Мына жақтар сәл түсініксіз болып тұр. Краска кәдімгідей түсіп қалып жатыр. Мінекей. Қырған кезде краска кәдімгідей былай түсіп қалып жатыр. Қатты басып тұрған жоқ, жай қырғанның өзінде түсіп қалып жатыр. Асты жағы ондай жылтыр емес, шкуркіленген негізі. Кей жерлері мына жерлер жабысып тұр жақсы. Ал мына аяқтары көп бөліктері түсіп қалып жатыр. Енді барлығы осы краскілерді түсіріп тастаймыз, сосын әдемілеп шкуркілейміз. Грунтовка шашылып, шкуркіленіп, жеркіленіп, бәрі дайын тұр. Бұйырса қазір красканы бастайын деп отырмыз. Екі слой краска шашып қойдық. Бізде енді ең үлкен бөлшек бұл капот. Капотта пока ештеңе көріп тұрған жоқпын. Әдемі шыққан сияқты. Лактан кейін енді білмеймін, сызықтар мүмкін көрініп қалуы мүмкін. Бірақ полоска ештеңе көрініп тұрған жоқ, пока нормальный сияқты. Бізде мына артқы крылода мынандай сызықтар бар міне. Мынандай сызықтар сызып тастаған. Артқы бампер бізде әдемі болып тұрып, мына жері сызылып тұрған маған ұнамай тұр. Осыған кішкене шкуркілеп екімдықпен полировка жасап жібереміз. Негізі келісімде жоқ бұл нәрсе, бірақ мен көңіліме мына нәрсе ұнамай тұр. Мына жақта полировка жасап қойдық. Мына жақта үлкен сызықтардың біразы кетті. Көбірек шкуркілеп полировка жасауға қорықтым. Лактан краскаға өтіп кетеміз бе деп ойладым. Жалпы мына жерлерде әлі сызықтар бар, бірақ алдыңғысынан кәдімгідей жақсы болып қалды мына жағы. Мына екі есікте де үлкен сызықтар бар еді, оларға да полировка жасадық. Жалпы переходтарға да полировка жасалды. Полировка осымен бітті. Бұйырса осымен Камриді толық жинап біттік. Көрінісі мынандай. Міне капоттың жағдайы. Соғылмаған сияқты болып шықты, әдемі болып. Қазір ашып көрсетем. Ішкі жағы міне мынадай. Мына аяқтағы бачоктың орнын айтпақшы тестік. Міне үлкендеп етпестік. Мына жер сыймай қалады екен, кішкентай етпестік. Жалпы осылай мына жерде в общем ештеңе көрініп тұрған жоқ, қосылғаны. Мына жақта капот вообще бір қарағанда соғылғаны білінбейтін. Мына жақтарда красканың қосылған жерлерде вообще ештеңе байқалып тұрған жоқ. Міне артқы бампердің жағдайы. Краскада ешқандай айырмашылық болмады. Мына жерде переход болды міне. Осымен бұл видеоны аяқтаймыз. Видеоны лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.